Сәлем оқушым, бүгінгі сабақта жиі қойылатын сұрақтардың біріне жауап беретін болам. Және де ол әрине сөздерді қалай дұрыс және тез жаттасам болады. Жалпы жаттау жолдары өте көп, және де бүгін сіздермен бөлісетін болам. Ал кеттік. Жалпы неге жаттай алмаймыз, сөздерді? Қанша тырыссақ та, кейде болмай жатады ғой. Егер де түрлі техникаларды қолданып, бірақ та сонда да болмайтын болса, ең дұрысы витаминдерге анализ тапсырғандарыңыз дұрыс болады. Мына жерде көрсетілген витаминдер көбінесе сол адамның есте сақтау қабілетіне әсер етеді. Егер де жетіспеушілік болатын болса, бірден осы тілді үйреніп жатқан кезде ішуді бастасаңыздар дұрыс болады. Дәрігердің әрине рұқсатымен. Ал кеттік. Бірінші лайфхак ол контекст. Контекст дегеніміз ол сөйлем, Жалпы кез келген сөзді жалғыз өзін жаттаған дұрыс емес. Кейбір сөздерді міндетті түрде сөйлеммен бірге жаттаған дұрыс болады. Өйткені бізде білесіздер, ағылшын тілінде бір сөз 3-4 мағынаға да ие кездер болады. Сол себепті мағынасынан шатаспау үшін сөйлеммен бірге жаттаған дұрыс. Мысалы, ойланып көрдіңіздер ме, неге I go to school, happy birthday to you, I love you so much деген сөздерді сіздер тіпті ағылшын тілін үйренбей жатып біліп алдыңыздар, түсініп алдыңыздар. Бұның жалпы себебі екеу. Біріншісі, сіздер контекстпен жаттадыңыздар бұны, толық сөйлем ретінде. Екіншісі, сіздер эмоциямен байланыстырасыздар бұл сөйлемді. Мысалы, жалпы қазақтың адамдары I go to school-ды бизнес по-казахски арқылы жаттады, эмоция және де толық контекст. Одан кейін екінші, мысалы, happy birthday. Happy birthday дегенде көңілге әрине керемет болады, туған күн. Яғни осы екі лайфхакты қолданыңыздар. То есть біріншісі контекст, сөйлем арқылы немесе фразалар арқылы, сөз тіркестер арқылы жаттаңыздар. Екінші, әрбір жаңа сөзді жаттаған кезде, дәптерлеріңізде жазып қойыңыздар, кәдімгідей эмоциямен жаттаңыздар. Так, abandon, негатив, кәдімгідей іште сезінеміз ол нәрсені, тастап кету. Еще қазақтың кейбір сөздеріне дыбыстауына бұндай сөздер ұқсайды. Мысалы, abandonмен қандай қазақша дыбыстар келуі мүмкін. Сондай ассоциациямен жаттаңыздар. Вообще тіл жаттаған кезде қияли болу керек адам. Сонда ғана сіздер ағылшын тілін жақсы көріп жеңіл жаттайсыздар. Тізіп алып сөзді қағазға abandon тастап кету, love жақсы көру. Нет, олай керек емес. Жалпы олай өмірді қиындатпау керек. Ағылшын тілі өзі жеңіл тіл ғой. Сол себепті осылай эмоция, контекст өте керемет лайфхак. Келесі ол space repetition. Жалпы бұны ғалымдар кәдімгідей зерттеп, нақты іске асатын лайфхактардың біріне жатқызады. Бұл қалай? Яғни сіздер жаңа сөздерді жаттағанда осы кесте бойынша қайталап отыруларыңыз қажет. Мысалы, бірінші күні сіздер сол сөзбен таныстыңыздар, екінші күні міндетті түрде сол сөзді қайталайсыздар, оған сөйлем құрасыздар, одан кейін төртінші күні тағы да қайталайсыздар, жетінші күні тағы да, 14-ші күні тағы да. Яғни арасына бос уақыт салу арқылы жаңағы сөзді қайталау арқылы сіздер есте сақтайсыздар. Қайталау арқылы ми не істейді? Әрине, оны керекті информациялардың қатарына кіргізеді. Окей? Келесі, үшінші, active recall. Сөзді көріп, аудармасын айтқаннан гөрі, аударманы көріп ағылшынша аударған дұрыс. Біз керісінше жасаймыз көп жағдайда. Ағылшынша аударманы көреміз, оны қазақшаға аударамыз. Нет. Так не работает. Міндетті түрде қазақша атауды ағылшынша аударғанда, сол кезде ғана сіздер керемет бір нәтижені байқайсыздар. Себебі не істейді? Миларыңыз қазақша емес, ағылшынша ойлауға тырысады. Түсінікті ме? Мысалы, қоршаған орта дегенді алайық. Қарайсыздар сөздікке, оны ағылшыншасын айтасыздар. Environment. Окей? Сосын ағылшыншасын айтқаннан кейін уже бірден соған ұқсас сөздерді де бірге тіркестіріп айтып кетсеңіздер, тіптен жақсы. Сосын төртінші, сөздерді тақырып бойынша оқыған дұрысырақ. Мысалы, байқасаңыздар, біздің сабақтарда не істейміз? Бизнесқа бір бөлек сөздік, environmentқа бір бөлек сөздік арнаймыз. Яғни, бұл жерден түсінетініміз не? Оқшау сөздерден гөрі топпен жатталған сөздер жақсырақ есте сақталады. Өйткені сіздер, мысалы, сөздерді бір-бірімен байланыстырып, сөйлем құрай аласыздар, өздеріңіз жүрген кезде сабақтан тыс уақытта. Практикаға өте жақсы. Келесі бесінші, күн сайын сөйлем құрау. Жалпы бұл практика мүлдем жерде уақытта таңдамайды. Жүрген кезде, үй жинап жүргенде де, машинада отырғанда да, жай ғана, мысалы, environment деген сөзді кеше үйрендіңіз, бүгін сонымен мысал құраңыз. Сол кезде сіздер нәтиже көресіздер. Жалпы менің кеңесім күніне ең кемі 10 сөйлем құрастырып отырыңыздар. Тіпті мысалы үй жинап жатырсыздар, I am cleaning the house. Солай іс-әрекеттеріңізді сипаттайтын сөздер құрастырсаңыздар да болады. Яғни сіздер ағылшын тілін күнделікті өмірге бейімдейсіздер және де тілдеріңізде соған жаттыға бастайды. Келесі алтыншы, өзің туралы ақпараттарды ағылшынша айту. Яғни адамдар өзі туралы айтқан кезде информацияны жақсырақ сақтайды. Мысалы,
I can't stand noisy places. Яғни мен шулы жерлерді ұнатпаймын деген сияқты сөздер, иә. Солай айтып отырыңыздар. I cannot, I can, I believe that, иә. Ондай сөздер сіздердің есте сақтауларыңызға көмектеседі. Келесі, кітап оқу маңызды. Бұл жерде енді мен сіздерге өзіміздің кітабымызды көрсетейін. Дәл осы ағылшын тілін оқып жүрген оқушыларымызға арнап, осындай кітап жасап шықтық. Бұл жерде әртүрлі деңгей, мысалы, мына кітабымыз біздің А2 деңгейіндегі кітап. Яғни осы кітапты аяқтаған кезде сіздердің сөздік қорларыңыз уже А1 деңгейіне жетеді. Яғни сіздер біріншіден өздеріңіздің сөздіктеріңізді жақсартасыздар, екіншіден оқу қабілеттеріңізді жақсартасыздар, және сөздеріңіз жинақтала бастайды. Ойларыңыз жинақтала бастайды ағылшын тілінен. Мысалы, қалай біз кітаппен жұмыс жасаймыз? Өтініш, есте сақтаңыздар. Міндетті түрде ағылшынша кітап оқыған кезде алғашқы кезеңде қолдарыңызда маркер, қарындаш болуы міндетті. Сонымен сызып жасау керек. Бір бет немесе жарты бет жеткілікті алғашқы кезеңге. Кітап оқуым керек деп дырылдатып тұрып 3-4 бетті оқудың мүлдем қажеті жоқ. Алыңыз, тек қана жарты жерін ғана оқыңыз. Сіздің мақсатыңыз ағылшынша сөзді түсіну, ағылшынша кітап оқу емес. Уже әрбір сөйлемді түсіне бастаған кезде толық кітапты оқуға кірісесіз. Арнайы бір жеңіл кітапты арнаңыздар, немесе біздің ұсынған кітаптарымызды оқыңыздар. Егер де кітап табылмаса, әрине уже сіздерде дайын біздің кітаптарымыз бар. Міндетті түрде ол кітаптарды сіздер оқуларыңыз керексіздер. Сонда күніне дәл сонда бір беттен оқитын болсаңыздар, ойлаңыздаршы, сіздер ең кемі 15 күнде қандай үлкен жетістікке жетесіздер. Біздің кітабымыздың бір бетінің өзінде кем дегенде сіздер 5 жаңа сөз табасыздар. Сол себепті кітап оқу маңызды. Оны ешқашан шеттеттірмеңіздер. 8-ші, айнаға қарап сөйлеу. Егер де сөйлесетін адам болмаса қастарыңызда, айнаға қараңыздар. Мен өзім мысалы ағылшын тілін үйренген кезде өзіммен бірдей деңгейде сөйлесе алатын адамды тапқан жоқпын. Сол кезде маған көмектескен өзім және айна. Дәл қазір мен мысалы айнадан бөлек Telegram чатында ұсынушы едім, себебі Telegramда бізде не бар? Round message бар, яғни кружоктар бар. Соған өзіңізді түсіріп, түрлі күнде бүгін күніңіз қалай өтті, қандай қызықтар болды, не түйдіңіз, жаңа информацияларды соған жазып отырыңыздар аудиомен. Сонда сіздер өздеріңіз прогрессті байқай бастайсыздар. Бірақ та бірде-бір күндеріңізді сөйлемей өткізбеңіздер. Ол жоғарылауға емес, керісінше төмендеуге әсер етеді. Келесі енді өзімнің жасап шыққан әдісімен бөліскім келеді. Жалпы бұл әдісімен әлі күнге дейін ешқай жерден көрген жоқпын. Түрлі методикаларды жинау арқылы мектеп кезінен бері қолданып келе жатқан әдістердің бірі осы. Мүмкін сіздерге де бұның пайдасы тиер, қолданып көріңіздер. Давайте енді мен оны толықтай түсіндірейін. Алдыма бір парақ аламын, А4 болсын, таза бет болсын, және де жаттаған бір сөзімді, мысалы environment болсын, мен тоқтаусыз 20 шақты рет қашан есімде сақталады, соған дейін мен жаза беремін. Қағазға environment деп. Есіме сақталғаннан кейін тоқтаймын, екінші сөзді жазамын. Мысалы, co-founder деп, есіме сақталды ма, келесі сөзге көшемін. Бұдан кейін не істеймін? Сол жаңа жазып болған сөздерімді бітірем, және сол қағазға қарап отырып, мағыналарын қайтадан айтып шығамын. Environment, қоршаған орта, co-founder, негізін қалаушы екінші адам деген сияқты. И не істеймін? Үшінші этап, мен оларға сөйлем құрап шығамын. Environmentқа, co-founderға бөлек-бөлек. Және де бұл арқылы мен естем, біріншіден жазуымды дұрыстаймын, яғни мен уже академиялық деңгейде, жоғары деңгейде ертең мақалалар жазуға дайындалам. Екінші, сөздік қорымды кеңейтемін, және де сөйлемдер құрастырып үйренемін. Және жазған сайын мида тезірек есте сақталады. Осы әдісті де қолданып көрсеңіздер болады. Және де ең соңғы лайфхак, ол әрине өздеріңізбен бірге әрдайым кішкентай блокнот ұстап жүріңіздер. Қалтаға сиятын кішкентай ғана мини блокноттар бар ғой, соларды әрдайым қасаңыздан тастамаңыздар. Жаңа сөзді кездестіріп қалсаңыздар, бірден жазып, немесе сол жазған сөздеріңізді бос уақыттарыңызда сотканың орнына соларды ашып қарап жаттап жүресіздер. Жалпы осы негізі тіл үйренуде лайфхактар өте көп қой. Мен осы сөздікке байланысты нақты жұмыс жасайтын лайфхактармен сіздермен бөлістім. Енді осыларды дұрыс қолданыңыздар. Бірақ ең ішінде ең маңыздысы ол кітап оқу және де күнделікті сөйлеу. Ал сәттілік сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.